жай ғана сол жақсы естеліктер қалғаннан кейін ғана салдым деп ойлаймын. Ешқандай қимастық емес бұл жерде. Демек менің білуімше Аружан оның ата анасы қарсы болған. Дұрыс қой? Жоқ, қарсы болды деп айта алмаймын. Жалпы моментті айта кетсем, осы жақта Камила ханым деген біздің жүргізуші бар ғой. Сол кісі декреттік демалысқа шығайын деп жатқан кезде мені осы эфирға шақыртты, өйткені мен Камила ханымның сүйікті қатысушыларының бірі болғандықтан. Сөйтіп менің бұрынғы жақта экс танысқан жігіт, атын айтқым келіп тұрған жоқ. Жұбым емес жігіт. Бұрынғы. Осы жақта отырған. Онымен таныстықта болдым мен. Сол кісімен енді халық бізді өте қатты қосады. Қолдайды. Бір моментте біз осы жақта бір жерде бірге тұрып қалғаннан кейін ата-анасы сөйтіп кішкене ауыр маған сөздер айтқаны бар. Неге сен ол жерге барасың? Неге оның қасында тұрасың? Сен біздің қыз болып қалдың, сен біздің үйдің қызысың уже деп айтқан бір әңгімелер бар да. Сол әңгімелер маған жақпай қалды және мен өзім ол қарым-қатынастан бас тарттым десем де болады негізі.